Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен ұлттық тағамның бірі болып саналатын жентті әзірлейміз. Заман ағымына сәйкес қазіргі уақытта жентті әртүрлі тәсілдермен әзірлеуге болады. Бірақ солардың ішінен өзіме ерекше ұнайтын тәсілі ол печенье қосылып дайындалған жент. Егер видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен бізге жентімізді әзірлеу үшін 200 грамм печенье және де 600 грамм тарының талқаны қажет болады. Сондай-ақ 200 грамм қант немесе қант ұнтағы және де 400 грамм сары май қажет болады. Печеньемізді блендердің көмегімен немесе оқтаумен үгітіп аламыз. Үгітілген печеньемізді талқанға салып, үстіне қант ұнтағын немесе қантымызды салып, сондай-ақ бөлме температурасында тұрған сары майымызды бірге қоса салып, біріктіріп, араластырып аламыз. Жентіміздің дайын болғанын білу үшін алақанымызға салып, қысып көреміз. Жентіміз бір-біріне бірігіп, шашырамай тұруы қажет. Осы кезде дайын болған жентімізді арнайы силиконовый формалардың көмегіменен немесе алақанымызбенен қысып, арнайы формаларға келтіріп, жасап шығамыз. Жентімізді әзірлеп болған соң тоңазытқышқа жарты немесе 1 сағатқа қойып алсаңыздар, өте жақсы болып өз формасын ұстап тұрады. Арнайы формаларға салғыларыңыз келмесе, қолдың көмегіменен қысып жасауға да болады. Барлығы өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Мінекей біздің дәмді әрі өте құнарлы десертіміз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Егер де сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер қуанып қалар едім. Сондай-ақ алдағы уақытта шығатын рецептерімді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Асем.